Аптап ыстық тек Қазақстан емес, тұтас Еуропаны да әбігерге салды. Қазір кәрі құрлықта сынап бағанасы плюс 40 градустан асып, адам өлімі көбейіп жатыр. Ал мамандар еуропалық үйлер мен түрлі мекемелердің мұндай ыстыққа бейімделмегенін айтады. Жаһан жаңалығын тілші айтсын. 21 маусымнан бері Еуропада қатты ыстық салдарынан 1300-ден аса адам жан тапсырған, көбі Франция азаматтары. Мұны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Гебрейесус растады. Оның сөзінше, қазір кәрі құрлықта шамамен 150 миллион адам экстремалды жағдайда өмір сүріп жатқан көрінеді. Мәселен, бір ғана Париждің өзінде бір тәулікте 109 адам қайтыс болыпты. Ауа температурасы 39 градусқа жеткен шақта жедел жәрдем телефонына тыным болмады дейді жергілікті ақпарат агенттіктері. Әрі бұл статистикаға тек дәрігерлер тіркеген жағдайлар кірген. Нақтылай айтсақ, фельдшерлердің көмегіне 3,4 мың адам жүгініп, оның 30-ында жүрек тоқтап қалу фактісі тіркеліпті. Ал Францияның ұлттық жерлеу қызметтері федерациясының ресми өкілі аптап ыстықтан өлім жітімнің көбеюіне байланысты Париждегі мәйітханаларда орын қалмағанын мәлімдеді. Айта кетейік, Еуропа елдері биыл күн райының басқаша ауыр екенін айтып дабыл қағып жатыр. Мәселен, Францияда бас сауғалаған 40 адам суға кетсе, Испанияда ауа температурасы 45 градусқа дейін көтерілген.